адам баласының бір соның ішінде медицинадағы ең бір ашқан адам баласының жақсы жаңалықтарының бірі, ол мына адамдарды түрлі жұқпалы ауруларға егіп, олардың организмдерін соған қарсы күреске бейімдеу, болмаса дайындау. Бірақ енді заманымыздың талабына, соңғы кездері талабына өзгерістерге сай, мына түрлі ағымдағы адамдардың сөздеріне еріп, егуден бас тартушылық қоғамда кездесіп жатыр. Олар бізге қандай қауіп туындырады? Біз егу жоспарын бәріне бірдей жаппай алудағы басты мақсат қоғамда ол жұқпалы аурулардың таралуына бөгет жасау, олардың таралуын болмаса үзу. Біз қоғамда егу алмаған адамдардың саны көбейген сайын, соғұрлым аурулардың қоғамдық орталықта таралуына көп жол ашамыз. Олар біздің ортада еркін таралып, мына өзінің денсаулығына байланысты немесе басқа да түрлі себептермен егуді алмаған балаларға денсаулығына қатты қауіп туындырады. Біз мына қоғамда айтамыз, коллективтік иммунитетті тудыруымыз керек. Коллективтік иммунитет ол біздің балалардың, әрбір жастағы балалардың 95% алғанымызда ғана қамтамасыз етіледі. Қалған 5% кімдер? Ол 5% өзінің әрбір денсаулығына байланысты егу алуға денсаулықтары келмейтін, уақытша ала алмай жүрген балалар. 95%-ді алған балалардың арқасында аурудың ортада таралуы шектеліп, немесе үзіліп, оларда мүмкіндік болмай, мына 5 қалған пайыздағы егуді алмаған балаларды біз аман есен сақтаймыз. Мына оның алмаған пайыздардың әрбір пайызының көбеюі, мысалы 5-тен 10%-ға дейін, 15%-ға дейін өсуі, ол қоғамда мына денсаулығы нашар, немесе басқа да себептермен егуді алмайған балалардың денсаулығына тікелей қауіп төндіреді. Негізгі қаупі осы. Жалпы енді егу туралы айта беруге көп, бірақ біздерге қазір отказниктерге байланысты айтылатын нәрсеміз сол. Ол өзінің балаларының ғана денсаулығына ойлап отқан жоқ. Ол баланың егуді алмауының арқасында ол аурудың біздің ортамызда таралуына жол ашып отыр қоғамда. Сол таралу арқылы денсаулығы келмейтін, денсаулығы нашар, немесе туынан оған бір аллергиялық басқа бір реакциясы бар адамдар болса, сол балалардың денсаулығына да қауіп төндіреді.